Бізде мынандай есеп берілген. Мынадай теңдеумен берілген қисықтар жиынының ішінен m0-де ln2 нүктесі арқылы өтетін функцияны анықтаңыз. Яғни бізде мынау дифференциалдық теңдеудің шешімі ол функциялардың жиыны болады, жалпы шешімі. Функциялар, яғни бір берілген бір қисықтардың жиыны болады. Біз сол функциялардың ішінен m0-де ln2 нүктесі арқылы өтетін функциясын істеуімізге анықтауымыз керек. Бұны Каши есебі деп айтса да болады. Шешуі. Теңдеуді мына түрде жазып алайық. Яғни минус 2x dx-ті теңдіктің оң жағына жібереміз. Ары қарай e-нің y дәрежесі көбейтілген e-нің минус x квадрат дәрежесі dy тең 2x dx. Бұл айнымалысы ажыратылатын дифференциалдық теңдеу. e-нің минус x квадрат дәрежесін мына теңдіктің оң жағына бөлуде өткіземіз. e-нің минус x квадрат дәрежесі. Минус x квадрат сәйкесінше 2x e-нің x квадрат дәрежесі dx деп жазуға болады. Теңдіктің екі жағын интегралдаймыз. e-нің y дәрежесінің алғашқы функциясы e-нің y дәрежесінің өзін береді. Тең. Мына интегралды есептеу үшін e-нің аргументі x квадрат дәрежесінде x квадрат. Мынау 2x ол x квадраттың туындысы. Ондай болса, бұл интегралды бұлай деп жазуға болады. dx квадрат. x квадрат сәйкесінше t деп есептейтін болсақ, яғни e-нің t дәрежесі dt болады, ол e-нің t дәрежесінің өзіне тең. Бірақ бізде t-ның орнында x квадрат плюс c деп қояйық. Теңдіктің екі жағын натурал логарифмге аламыз. Мына жерде бізде y болады, ln e-нің x квадрат дәрежесі плюс c. Біз мына дифференциалдық теңдеумен берілген қисықтар жиынының барлығын жалпы түрін таптық. c-ның орнына санды қоя берсек, берілген дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін табамыз. Енді бізге мынау m0-де ln2 нүктесі арқылы өтетін осы функциялардың ішінен функцияны анықтау керек. Яғни 0-де ln2 болу керек. X-ның орнына 0 қойған кезде y ln2-ге тең. Орнына қоятын болсақ, y x-қа байланысты функция ln e-нің 0 дәрежесі плюс c тең ln 2-ге. e-нің 0 дәрежесі бізде 1-ге тең. Ол мынау 2-ге тең болу керек, 1 плюс c. Бұдан c тең 1 шығатыны көрініп тұр. Осы c-ны жалпы шешімге апарып қоятын болсақ, c-ның орнына бізде y тең натурал логарифм ex квадрат плюс 1 деген функция шығады. Осы функция берілген есептің шешімі.